Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қамарсол Ергалиева. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз артериялық гипертензия. Егер адамда қан қысымы 140-80 мм сынап бағанасынан жоғары көтерілсе, онда ол адамға артериялық гипертензия деген диагноз қоямыз. Артериялық гипертензияның екі түрі бар. Біріншісі біріншілік гипертензия немесе эссенциялық гипертензия деп аталады. Ал екіншісі екіншілік гипертензия немесе салдарлық гипертензия деп аталады. Біріншілік гипертензия ол өте ең көп кездесетін гипертензия, яғни 95-90% жағдайда кездеседі. Ал екіншілік гипертензия ол 5-10% жағдайда ғана кездеседі. Неге адамда артериялық қан қысымы жоғарылады? Оның бірнеше маңызды себептері бар. Бірінші себебі жүрек шығарылымының артуы немесе минуттық қан көлемінің жоғарылауы болып табылады. Яғни нормада жүрек бүкіл қанды айдап, оны шығарып отырады. Ал енді сол жүректен айдалатын қан көлемі артып, жүрек шығарылымы жоғарылайтын болса, онда ол қан қысымының жоғарылауына алып келеді. Ал енді екіншіден перифериялық қан тамырларындағы кедергінің пайда болуы. Ол дегеніміз перифериялық қан тамырларының қысылып, спазм нәтижесінде қан қысымының көтерілуі туындайды. Few moments later. Неге жүрек шығарылымы артты деген сұрақ туындауы мүмкін. Оның жауабын айтайын. Біріншіден, ол симпатикалық жүйке жүйесіне байланысты болып келеді. Яғни симпатикалық жүйке жүйесі вазоконстрикторлық қызмет атқарады. Яғни қан тамырларын тарылтып, оның спазмын шақырады. Ал егер де осы симпатикалық жүйке жүйесі артатын болса, онда ол өз кезегінде қан тамырларын тарылтып, қан қысымының жоғарылауына алып келеді. Және осыған байланысты катехоламиндердің артуын айтуымызға болады. Яғни катехоламиндер, яғни адреналин, норадреналин дегендер жүректің соғу жиілігін, сонымен қатар жүректің жиыру күшін арттырады. Нәтижесінде қан қысымы көтеріледі. Және де екіншіден біз осы айналымдағы қан көлемінің жоғарылауын айтуымызға болады. Яғни гиперволемия. Не үшін мысалы гиперволемия болды деген сұрақ туындайды. Оның себебі мысалы альдостерон гормонына байланысты болып келеді. Яғни альдостерон гормоны ол өз кезегінде нефрон үзікшелерінде натрийдің реабсорбциясын, калийдің экскрециясын туындатады. Яғни егер де осы альдостерон гормоны артып, егер артатын болса, онда ол жаңа нефрон үзікшелерінде натрийдің реабсорбциясын жоғарылатады. Ал енді натрий өзімен қоса ол суды да тартып алады. Содан потом жаңағы нефрон үзікшелеріне сіңірілген жаңағы натрий мен су қанда көбейіп, яғни гиперволемияны туындатады. Біріншілік гипертензияның экзогенді және де эндогенді дейтін осындай екі себептері бар. Экзогенді себептерге біз ас қозғалысы, яғни гиподинамияны жатқызамыз. Және де ас тұзын, яғни натрий хлорды көп пайдалану, адамдағы жаңағы стресс, депрессия, және де шум, сонымен қатар қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануын айтуымызға болады. Және де зиянды әрекеттерді тоже айтамыз. Мәселен, жаңа темекі шегу, алкоголь ішу дегендердің барлығы да осы экзогенді себептерге жатады. Ал енді эндогенді себептерге жаңағы тұқым қуалаушылықты жатқызамыз, атеросклероз, және де адамның жасының ұлғаюын, мәселен, жаңағы қартаюды жатқызуымызға болады. Біріншілік гипертензияның 3 сатысы бар. Бірінші сатысы ол өткінші саты деп аталады. Өйткені бұл жерде артериялық қан қысымы бірде көтеріліп, бірде төмен түсіп, яғни көтеріліп, қайтадан қалпына келіп отырады. Ал енді екінші сатысы ол уже тұрақты саты, өйткені бұл жерде қан қысымы тұрақты көтеріліп тұрады. Ал енді үшінші саты ол осы қан қысымының, артериялық қан қысымының жаңағы тұрақты күйде жоғары болуына байланысты туындайды. Бұл кезде уже қан тамырларында, жаңағы ішкі органдарда, жаңағы әсіресе бүйректе, жаңағы өте бір ауыр құрылымдық өзгерістер болады. Артериялық гипертензияның патогенезіне тоқталайық. Егер адам қозғалмаса, спортпен шұғылданбаса, онда ол артериялық гипертензияның пайда болуына келуі мүмкін. Неге десеңіз, адам, мәселен, бір жаңағы қозғалмай, немесе аз ғана қозғалып, жай ғана төсекте жата береді делік. Сол кезде, мысалы, адам тамақ жейді ғой, тамақ арқылы бізде энергия түседі. Сол энергия ол жаңағы осы жұмыс арқылы, яғни қозғалыс арқылы ол шығып кетуі керек организмнен. Бірақ та адам қозғалмай, жай ғана жата бергеннің нәтижесінде энергия жаңағы жұмысқа пайдаланылмай қалады. Соның нәтижесінде жаңағы энергия не істейді, біздің организмімізде қалып қояды. Содан ол барады да май түзуге қатыса салады.
соның нәтижесінде адам толысып жаңағы семіріп кетеді. Және де осы гиподинамияның тағы да бір зиян әсері бар. Яғни ол жаңағы біздің гиподинамияның нәтижесінде біздің ағзамызда тұздар жиналып қалады. Ал енді адам жұмыс істеп, терлеген кезде сол тұздар терімен бірге сыртқа шығып кетуі қажет. Бірақ та енді жаңағы қозғалыстың аздығының нәтижесінде жаңағы тұздар сыртқа шыға алмай организмде қалып жиналып қалады. Few moments later. Егер адам стресс, депрессияға ұшыраса, онда ол организмге тек қана зиянын келтіреді. Біріншіден ол ми қыртысына әсер етеді. Сол кезде симпатикалық жүйке жүйесінің артуы жүреді, яғни симпатикалық жүйке жүйесі қозып кетеді. Соның нәтижесінде гипоталамус, аденогипофиз және де бүйрек үсті бездерінің активтілігі артады. Мәселен, гипоталамустан кортиколибериндер, аденогипофизден кортикотропиндер және де бүйрек үсті безінен глюкокортикоидтардың өндірілуі артады, яғни жоғарылап кетеді, шамадан тыс артып кетеді. Соның нәтижесінде мәселен жаңағы глюкокортикоидтардың өндірілуі артты дедік, иә. Глюкокортикоидтардың өзі ол бауырға және де өкпеге әсер етеді. Ол қалай? Мәселен, жаңағы бауырға әсер етуі бұл кезде бауырда ангиотензиногеннің синтезі артып кетеді. Ал енді өкпеде жаңағы өкпе артерияларында жаңағы ангиотензин айналдырушы дейтін фермент бар. И вот сол ферменттің синтезін арттырады. Немесе ол ферментті орысша АПФ деп атаймыз. Ал енді бұл АПФ ферменті өз кезегінде ангиотензин бірге айналдырады. Ал енді ангиотензин бірді ангиотензин 2-ге айналдырады. Яғни ангиотензиноген 2-ге қарай айналуын не істейді? Арттырып жібереді, тездетіп жібереді. Ал енді ангиотензиноген 2 ол өз кезегінде қан тамырларын қысып, оның спазмын шақырады. Соның нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, онда лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.